Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен осындай жұмсақ, тәп-тәтті, ең бастысы қатпарлы француздық круассан дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға жылы сүт, сары май, тұз, қант, сұйық май, майонез салып, оның үстіне ұн, ашытқы, қамыр қопсытқыш қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп, дайындап аламыз. Бөліктер 10 шақты болу керек. Өз қалауларыңыз бойынша. Қанша көп болса, круассанымыз сонша әдемі, дәмді болып шығады. Әр қамырымызды осылай жайып, жұқа етіп, бір шетке қойып қоямыз. Мінекей қамырларымыз дайын болды. Енді әрқайсысын жеке-жеке алып, ерітілген сары майымызды осылай жағып шығамыз. Бірін-бірін үстіне қойып отырамыз, сонда әдемі болып шығады. Ең үстіңгі қамырға бетіне сары май жақпаймыз, шет-шетін осылай тегістеп, оның үстінен оқтаумен қайта жұқа етіп жайып шығамыз. Дайын қамырымызды осылай кесіп, формаға келтіреміз және ортасына варенка жағып, қамырымызды ораймыз. Мінекей дайын болды. Оны формамызға салып, 250 градуста 20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Және үстіне осылай жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Мінекей дайын болды. Рогаликтен гөрі өте дәмді. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.